Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын қытырлақ сәбіз салатын жасайтын боламыз. Кимчи базардың салатынан асып түседі. Жасап көріңіздер. Ең қарапайым әрі өте керемет салат. Рецепті төменге жазып қалдырамын. Видеоны көрместен бұрын каналыма тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Бізге қажетті заттар осындай чөрка қажет болады. Сәбіз, тұз, шекер, приправа және үлкен ыдысымыз қажет болады. Ең алдымен сәбізімізді тазалап аламыз. Қабығынан ашып, жақсылап жуып алатын боламыз. Менде осындай чөрка. Сәбізіміздің барлығын чөркадан өткізіп аламыз. Міне, біздің сәбіздеріміз дайын. Енді дәмдеуіштерін салатын боламыз. Шекер салдым, сосын тұз салдым. Барлығын соңында араластырған соң және дәміне қарай салатын боласыздар. Алдымен осы мөлшер бойынша салып шығамын. Және 2-3 штук чеснок, осында ең майда чөркасынан өткіземін. Сұйық май, мен сұйық майды қыздырып саламын, сол үшін ең соңында қосамын. Қазір уксус салып жатырмын. Бір ас қасық толтырмай уксус саламын. Сосын қызыл бұрышты да дәміне қарай қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Дәмдеуіштерді салып шығамыз. Міне, енді ең соңында майымызды қыздырып құятын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, 1 сағатқа мұздатқышқа салып қоямыз. Тұздары жақсылап сіңуі керек. Міне, біздің салатымыз дайын. Столға қоя берсеңіздер болады. Өте керемет қытырлақ болып шығады. Иісі аңқыған, жасап көріңіздер. Және видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Ас болсын.